Достар, күшті жаңалық. Microsoft өздерінің Edge деген браузер бар ғой, Chrome сияқты. Соған жаңа жасанды интеллект мүмкіндігін Copilot режимін енгізіпті. Бұл мүмкіндік интернеттегі навигацияны жеңілдету үшін арнайы жасалған. Жаңартуға Copilot Vision секілді құралдар кіреді. Ол экрандағы мазмұнды талдап, сол сәтке сай кеңестер беріп, жұмысты тиімдірек етуге көмектеседі. Негізгі мүмкіндіктеріне мыналар жатады: ақылды түрде қойындыларды, яғни вкладкаларды реттеу, жасанды интеллекттің көмегімен мазмұнды ұсыну, видеоларды қысқаша сипаттап беру, нақты уақыттағы аударма. Барлығы жаңадан жасалған басты бет арқылы қолжетімді. Мақсат көп тапсырмамен жұмыс істеуді жеңілдету және пайдаланушының араласуын барынша азайта отырып, шолу процесін оңтайландыру. Айта кету керек, кейбір функциялардың пайдалану шектеулері бар және олар барлық аймақтар мен аккаунттарда қолжетімді болмауы мүмкін. Жалпылағанда, Copilot режимі Microsoft компаниясының күнделікті цифрлық жұмыс процесіне озық жасанды интеллект мүмкіндіктерін енгізу бағытындағы тағы бір қадамы. Microsoft Edge жұмыста сізде офиста явно бар, бәлкім білмейтін шығарсыз. Бұл Google Chrome'ның Microsoft'тан берген бір аналогы. Бұл сізде жұмыста болса, Microsoft Edge, демек сізде осындай мүмкіндік бар, немесе әлі шықпаған болса шығады. И сол мүмкіндікті сіз жібере алмаңыз. Қаздан бастап YouTube-қа барып қараңыз, осы Copilot режимі қандай мүмкіндіктер береді. Негізінде күшті мүмкіндіктер береді. Өйткені бұрын сіз өзіңіз сайтқа барып қолмен көп операциялар жасайтын болсаңыз, қазір ол рутинный көп шұқыма жұмысты браузер уже саған істеп бере алатын болады. Так что қолдаңыздар.